Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрісіміз екінші дәріс халықаралық тәжірибе. Коста-Рика, Канада, Жаңа Зеландия. Енді халықаралық әлемде 210 мемлекет бар. Енді осының ішіндегі ерекше бүгінгі тақырып. Енді экологиялық туризм даму бойынша тәжірибе жақсы дамыған осы Коста-Рика және Канада, Жаңа Зеландия туралы жалпы. Дәрістің мақсаты мен міндеттері: туризмді тұрақты дамыту, экотуризм, табиғи және мәдени мұраны қорғау бағыттарында Коста-Рика, Канада және Жаңа Зеландия елдерінің озық халықаралық тәжірибесін талдау, олардың тиімді модельдерін салыстыру және Қазақстан жағдайында қолдану мүмкіндіктерін айқындау. Дәрістің міндеттері: халықаралық туризмді басқарудағы заманауи тәсілдерді қарастыру, әр елдің экотуризм, тұрақты туризм саласындағы саясатымен танысу, туризм инфрақұрылымы, маркетинг және брендинг тәжірибелерін талдау, үздік тәжірибелерді салыстырмалы түрде қарау, Қазақстан үшін практикалық жұмыстар әзірлеу. Коста-Рикада туризмнің халықаралық тәжірибесі. Коста-Риканың туризм моделі. Коста-Рика әлемдегі экотуризмнің көшбасшы елдерінің бірі. Ел аумағында шамамен 25% ұлттық парктер мен қорықтардан тұрады. Мемлекеттік саясаттың басты бағыты биоалуантүрлілікті сақтау арқылы туризмді дамыту. Экотуризм және тұрақты даму. Ұлттық парктер жүйесі. Сертификатталған тұрақты туризм бағдарламасы. Жергілікті қауымдастықтарды туризмге тарту модельдері. Табиғи ресурстарды қорғау мен экономикалық табысты ұштастыру тактикасы. Маркетинг және брендинг. Коста-Риканың туристік бренді. Бұл бренд экологиялық сапасын және табиғатпен үйлесімділікті көрсетеді. Канада туризмнің халықаралық тәжірибесі. Туризмді мемлекеттік деңгейде басқару. Канада туризм федералдық және профессионалды деңгейде реттеледі. Халықаралық туристік имиджді қалыптастырумен айналысады. Табиғи туризм және ұлттық парктері. Ұлттық парктері. 4 маусымдық туризмді дамыту. Жазғы экологиялық туризм, табиғатты қорғау стандарттарының қатаң сақтауы. Инклюзивті және мәдени туризм. Инклюзивті туризм байырғы халықтардың мәдениетін туристердің таныстыру. Туризмде қолжетімділік пен инклюзивті қағидаттары. Цифрлық технологиялар кеңінен қолдану. Енді Коста-Рикамен қарағанда бұл Канаданың тәжірибесі басқаша. Бұлар енді жаңа технологияларды пайдаланып отырып, табиғаттарды қорғау негізінде жүзеге асырады. Енді бізде үшінші Жаңа Зеландиядағы туризмді халықаралық тәжірибесі. Тұрақты туризм тұжырымдамасы. Жаңа Зеландия туризмді дамыту қағидатын ұсынады. Бұл туристерді табиғатты қорғауға және жергілікті мәдениетті құрметтеуге шақырады. Экологиялық және приключение туризмі. Адвентур туризмі. Тренинг, рафтинг сияқты. Экологиялық маршруттар мен жаяу жолдар. Табиғи ландшафттарды сақтау арқылы туристік тартымдылықты арттыру. Маркетинг және халықаралық имиджі. Бұларда 100% Новая Зеландия брендін елдің таза табиғатын, экологиялық қауіпсіздігін және бірегей мәдениетін көрсетеді.
Қазақстан үшін қолдану мүмкіндіктері. Ұлттық парктер мен қорықтар негізінде экотуризмді дамыту. Біздің елімізде 10 ұлттық парк, 5 ұлттық парк, 10 қорық және 167-тен астам қорықшалары бар. Тұрақты туризм сертификаттау жүйесін енгізу. Бұл енді тұрақты арасында біздің елімізде осы әрбір туризмде, әрбір аймақтарда тұрақты түрде соны неғылуға сертификаттау жүйесін енгізу. Туристік брендті халықаралық деңгейде ілгерілету. Енді әрбір аймақтарда туристік аймақ мүмкіндіктері бар. Мысалы табиғи, мысалы Маңғыстаудағы Бозжыра, Көлсай көлдері, Қатонқарағай сияқты осы аймақтарда арнайы қызмет көрсету сапасын көтеріп, имиджді қалыптастырып, одан кейін брендке айналдыруға болады. Жергілікті аймақтан әуелі мемлекеттік деңгейде, халықаралық деңгейде брендке айналдыру. Жергілікті қауымдастықтарды туризмге тарту. Арасында осы жергілікті халықтарды міндетті туризмге тарту, оларда туризм саласында бір 5-10% жергілікті халық жұмыс жасауға, ұйымдастыру, үйлестіру. Табиғи және мәдени мұраны қорғауға басымдылық беру. Енді осы біздің елімізде табиғи ескерткіштер және табиғи мұралар өте көп. Сондықтан осыларды біз әлемдік деңгейде және жергілікті халықаралық деңгейде қорғау мақсатында осыларды дұрыс маршруттар ұйымдастыруымыз керек. Коста-Рика, Канада және Жаңа Зеландиядағы халықаралық тәжірибесі туризмді тұрақты дамытуға, тиімді басқару, экология мен экономиканы үйлестіру, сондай-ақ ұлттық брендтің маңыздылығын көрсетеді. Ал бұл тәжірибе Қазақстан туристік саласының дамытуда стратегиялық негіз қалады. Нақты кейс елдер. Коста-Рика ұлттық паркінің мысалы қатаң валюта және алдын ала брондау жүйелері, табиғатты қорғау мен жоғарғы туристік сұранысты теңдестіру, жергілікті гидтерді міндетті пайдалану. Канадада мысалы Банф ұлттық паркі туристік ағынды басқару, көлік инфрақұрылымын экологиялық талаптарға сәйкестендіру. Леу Трасс қағидаты. Жаңа Зеландиядағы мысалы Хоуэстоун туризм орталығы мысалы қауіпсіздік стандарттарының жоғары деңгейі, туризм мен жергілікті тұрғындардың мүддесінің балансы. Енді осы 21-ші ғасырда біз енді цифрландыру және инновациялар, бұл енді әлемдік деңгейде осы табиғатты сақтауда басты көмектердің бірі болады. Және халыққа, тұтынушыларға, туристерге ыңғайлы бір мүмкіндік жаратады. Онлайн ресурстар мен волкинг жүйелерді визитор флоу менеджмент, ақылды туризм, биотехнологиялар арқылы табиғатты нысандарды виртуалды таныстыру, биг дейт туристік мінез құлықты қадағалау. Енді осы жаңа технологияларды цифрландыруда біз енді биотехнологиялары бар, әлемдік брондау жүйелері бар. Осыларды ақылды парк пен қорықтар, ұлттық парктер, қорықтар, қорықшаларды жасауымызға болады. Және де осы қорықтарға 360 градустық видео роликтер және технологиялар арқылы сол жердегі фаунаны сақтау процесі, өсу процестерін көрсету арқылы қызыл кітапқа енген қорықтардағы ландшафт флора-фаунаны әлемдік деңгейде әрбір қорықтар мен қорықшаларға сайттар, платформалар арқылы танысуға мүмкіндігі туындайды. Енді COVID-19 және дағдарыс кезіндегі тәжірибелер. Енді бұны айта кету керек. Енді осы әлемдік недегі ішкі туризмге басымдық беру, Канада, Жаңа Зеландия, экологиялық стандарттарды күшейту, туризмде тұрақтылық пен икемділікті жоспарлау, мемлекеттік қолдау пакеттері, халықаралық тәжірибеге көрсеткендей басы табысты туризм моделі. Бұл тек туристік